Сырымова Сания Саматқызы, Ақтөбе облысы Қобда ауданы Қобда қазақ орта мектебінің директоры. Біздің мектеп осы білім беру саласын тұрақты дамыту қорының қайырымдылық жобасына 2023 жылында енгізілді. Осы жылдың қазан айында мектепке толығымен құрал-жабдықтар, жаңа жиһаздар келіп болды. Қазір мектебімізде зертханалар, студиялар, сонымен қатар пән кабинеттер, спортзал, асхана, барлық инфраструктуралар оқушылардың пайдасына берілді.
үлгісіне қарай мектебімізде оқушылардың, педагогтардың, солармен қатар ата-аналардың да оқуға деген білім алуға ынтасы жоғарылады деп айта аламыз. Оқу жылының басындағы білім сапасының көрсеткішін бірінші жарты жылдық көрсеткішімен салыстырсақ 5%-ға өсу динамикасы бар. 95 үздігіміз болса, қазіргі таңда олардың саны 100-ге жетті. 48 екпінді оқушымыз қазіргі таңда 51 екпінді оқушымыз бар деп айта аламыз. Және де оқу жылының аяғына дейін тағы да оқушылардың потенциалын ашып, біздерде жоғары жоспарлар бар. Осы динамиканың мектепте ол атмосферасы әрине қорының және де ауылдық мектептерінің әлеуетін арттыру деген жобасының арқасында пайда болды деп айта аламыз.